Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Байланыста Картас YouTube арнасы, оның тұрақты жүргізушісімен Ахмадиев Төлеген. Бүгін біз ерекше форматта шолу жасайтын боламыз. Қабыл алыңыздар, қыздарға арналған көліктер топтамасы. Осы күнге дейін жасалған шолудағы көліктер тек қана ерлер аудиториясына негізделіп қалған секілді. Әрине, көлікті ер адам немесе әйел адамға шақталып жасалған, оны ер адам айдайды, оны әйел адам айдайды деп бөліп жару мүлдем дұрыс емес. Дегенмен нақты көлік таңдауға келгенде жаратылысынан нәзік, сүйкімді әрі сұлу аруларымыз ерлерге қарағанда таңдаулары, талғамдары өзгеше келеді. Қыздарымызға тағы да ескерте кететін бір жайт, бұл топтама нақты қатып қалған қағида немесе ереже емес. Әрбір нәзік жанды сұлу қыздардың таңдауы әрқилы. Бірі BMW X6-ын ұнатса, енді бірі кәрістік акцент пен Рио'ны ұнатады. Әрбір өндірушінің модельдері қатарында кішігірім көліктер шығатыны анық. Қалалық жағдайға шақталып жасалған автокөліктерге сұраныс өткен ғасырдың 80-ші жылдары пайда бола бастады. Қазіргі таңда олардың бір қатары зауыттан шығарылуын тоқтатып, жаңа буындар жарық мүлдем көрмей қалды. Ал кейбіреулер жаңа леппен жарық көріп, қазіргі таңда сатылымда жүр. Көбіне қыздар жүргізетін көліктердің қатарына Toyota RAV4, Honda Fit немесе Jazz, Nissan Micra, Nissan Note, Kia Morning немесе Picanto, Toyota Yaris, Chevrolet Aveo, Chevrolet Spark, Deo Matiz'ді айтсақ болады. Что этот нигер себе позволяет? Все хорошо. Енді біз қоғамның пікіріне, жалпы өндірушілердің пікіріне құлақ түре отырып, қыздарға арналған шағын көлемді 5 көліктің топтамасын ұсынамыз. Сүйкімді шағын мимими көліктердің шайқасын бірге тамашалайық, құрметті көрермен. 5-ші орынға суперкомпактілі сегменттің V-кластың атын шығарған кіші көліктер жайлы стереотипті қалыптастырған аты шулы Deo Matiz орналасты. Матизді бұл топтамаға кіргізбеу мүмкін емес. 1998 жыл мен күні кеше 2015 жылға дейін жарық көрген мини 0,8 және 1 литрлі қозғалтқышпен жабдықталған Матиздер өте қарапайым. Көлемі шағын болғанмен механикалық трансмиссиядағы Матиздер біраз асуды еңсергені барлығымызға аян. Ұзындығы 3 метр 497 сантиметр, ені 1 метр 495 сантиметр. Бұрылу градусы, қарапайым конструкция, жеңіл әлі арзан мини көліктің Қазақстанда қазіргі таңда сатуға ұсынылып отырған 500-ге жуық моделі бар. Ойлаңыздаршы, 500-ге жуық! Егер Матиз әйгілі және сұранысқа ие болмаса, бұндай сатылымдар жүрмес еді. Әрине, жылы ескі демесең, құны 500 мың теңгеден басталып 2 миллионға дейін барып тоқталады. Матизбен тиеліп алып, біз де біраз жерді шарлағанбыз. Ең тиімдісі 1 литрлі механика. Бірақ бұл топтама қыз балаларға арналғандықтан автомат болғаны дұрысырақ. Көлікті енді айдап үйренемін деген аруларға әп-әйбат жақсы нұсқа. Әрине, қазіргі чиксалар біздің ұсынған Матизді менсіне қоймас, бірақ дегенмен біздің ниет тек қана ұсыныс білдіру. 5-ші орын Deo Matiz. Кеттік арнадан. 4-ші орынға Hyundai Getz жайғасты. Kia Hyundai базасының негізінде құрылған шағын көлік өзінің қазақ жолдарында жақсы көрсетті. Қазіргі таңда 130-ға жуық Getz'тің түрі сатылымда тұр. Субкомпактілі автокөлік 2002-2011 жылдар аралығында жарық көріп, 4 цилиндрлі 1,1, 1,3, 1,4 және дизельді 1,5 литрлі қозғалтқыштармен жабдықталды. Тиісінше 4 сатылы автомат және 5 сатылы механикамен әрленді.
Ұзындығы 3 метр 825 сантиметр болса, ені 1 метр 665 сантиметр. 2005 жылы жаңарту енгізіліп, рестайл нарыққа енді. Бір қызығы Getz Қазақстанда өте қымбат, себебі беріктік және үнемділік деп санаймыз. Бағасы жылына қарай 2 миллион 500 мың теңгеден басталып 4 миллион теңгені жағалайды. Бірақ Hyundai Getz'ке 4 миллион төлеу, енді білмеймін, оны ойлану керек. Сондықтан 4-ші орын Hyundai Getz'те. This is dedicated to what? This is dedicated to States. Бүгінгі топта 3-ші орынға Chevrolet Spark немесе Ravon R2 жайғасты. 2007 жылы Chevrolet Нью-Йорк қаласындағы автошолуда 3 түрлі компактілі көліктердің концептісін ұсынды. Олар Trax, Groove және Beat. Әйгілі режиссер Майкл Бейдің Трансформеры Месть падших кинофильмінде Spark негізінде көрсетілген екі егіз автоботтардың мақтанышы болған. Ravon мен Spark'тың бар айырмашылығы, қарапайым тілмен айтсақ, Spark Европа үшін жасалған ыңғайлы көлік болса, Ravon ішкі ТМД елдеріне жасалған Өзбекстанда өндірілетін автокөлік. Яғни Ravon кейіннен ребрендингке ұшырап 2005 жылдан бастап жарық көре бастады. Егер Spark'те бұрын 1 литрлі қозғалтқыш болса, Ravon'да 1,10-нан 125 литрлі қозғалтқыш жабдықталды. Бірақ уақыт өте келе жаңа шыққан 3-ші буындағы Spark'тердің өзі 1,125 литрлі қозғалтқышпен қазір жабдықталып отыр. Сыртқы пішініне, дизайнына қарасаң, екеуін айыру мүмкін емес. Қысқасын айтқанда, екеуінің құны шамалас. Ravon R2 3 миллион 500 мың теңгеден басталып 5 миллион теңгеге жуықтайды. Менің өзім жеке Spark'ты таңдайтын едім, себебі оның ішінде бір европалық, американдық бір сарым бар. Екінші орында Honda Fit немесе Jazz жайғасты. Осы топтаманың негізінде айта кетейін, көліктердің екі аты, түрлі атауларының болуының бірден бір себебі ішкі нарыққа немесе сыртқы нарыққа негізделген екі түрлі атау. Бұл үрдістің оң жақты қозғалыста бар елдердің өндірістерінің, автоконцерндерінің, не болса екі автоконцерннің бірігуінен осындай бір платформада жасалынатын екі көлік шығады. Әрине олар бір тек оң рульді, сол рульді деп бөлінуі мүмкін, қозғалтқышында біршама өзгеріс болуы мүмкін. Honda Fit немесе Jazz бүгінгі топтаманың гүлі. Қазақстанда көп буыны тарала қоймағандықтан құны мен концептісі жағынан күрделі әрі қымбаттау. Жалпы Honda Fit 3 буыннан өткен. Алғашқысы 2001 жылы жарық көрді. 2007 жылға дейін бірінші буыны жарық көрсе, жалпы Jazz Жапонияда ішкі нарықта сатылым бойынша 2002 жылдың өзінде бірінші орынды алды. Ішкі нарыққа 1,3 литрлі, ал Еуропаға 1,4 литрлі қозғалтқышпен жеткізілген. Jazz сол кездің өзінде 7 сатылы вариатор, 5 сатылы автомат және механикалық трансмиссияға негізделіп жасалған. Кең таңдау, я? Jazz толық жетекті және алдыңғы жетекті көлік. B сегментіндегі кішігірім мини көлік үшін екі жетекті, сонымен қатар 4 дөңгелек бірдей айналатын қосымша, бұл енді керемет. Honda автоконцерні Jazz'дың 4-ші буынын 2020 жылға сатылымға жоспарлап отырған. Бірақ әлемдік пандемияға байланысты 2022 жылға дейін Jazz'дың шығарылымы шегерілді. Енді Fit немесе Jazz'дың Қазақстандағы ертерек нұсқалары, яғни 2008 жылғы Jazz'дар бізде 3 миллион 500 мың теңге сұрап отыр. Мысалға, одан жаңарақ 2012 жылғы Jazz'дар 5 миллион 500 мың теңгені бағамдап отыр. Jazz'дан жарыққа шыққан Honda'лар сөзсіз алғашқы орында алар еді, әттең, бірақ Қазақстанда көп нұсқасы таралмаған. Сондықтан оны тек қана на любителя ұнататын адамдар ғана оны алады. Лайықты күміс жүлде, тарихы терең Honda Jazz'да. Көптен күткен алғашқы орынға да келіп жеттік. Бас жүлдені бүгін өздеріңіз біліп отырғандай, нарықта барлық конкурент қарсыластарын бүктеп тастаған Kia Picanto немесе Morning алды. Hyundai Getz'тің концептісінде жасалған жаңа автокөліктер қазіргі таңда соңғы буында жарық көріп отыр. Дегенмен Hyundai Getz'тен қара олар біршама қысқаша,
экспортқа шыққан морнингдер қазір Қазақстанның өзінде жиналып жатыр. 1,1 және 1,3 литрлі қозғалтқышпен жабдықталған көліктер біршама өзінің жаңа дизайнымен, экстерьерімен, интерьерімен Kia автоконцерніндегі модельді қатарды толықтырып отыр. Әрине бағасы қымбаттау, дегенмен қазіргі таңдағы мини B сегментіндегі шағын көліктердің ішінде топ бастап тұрған Kia Picanto. Нақты, лайықты алтын жүлде бүгін Kia автоконцернінде. Құрметті көрермен, бүгінгі шолуымыз, бүгінгі топтамамыз өз мәресіне жетіп қалды. Рахмет, арнамызға жазылып, лүпіл басып таратуды ұмытпаңыздар. Құрметті аруларымыз үшін, егер ұнап жатса, осы шығарылымның екінші бөлімін жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Картас YouTube арнасы келесі аптада кездескенше сау саламатта болайық. Назар аудармайым жоқ